Қазіргі уақытта ғарышқа ұшумен айтарлықтай ешкімді таң қалдыра алмаймыз. Иә, адам ғарышқа ұшып қана қоймай, аяғы айға да жетті. Бірақ әзірге осымен ғана шектеліп қалып тұр. Қазіргі таңда біз білетін планеталардың ішінде ең жақын және қызығушылығымызды танытатын бір планета бар. Ол Марс. Ал енді мынаны қараңыз. Бұл жігіт Марсқа ұшып, сол планетаға барып тұрамын дейді. Күлуге асықпаңыз. Мына жігіттің есімі Илон Маск. Ол SpaceX компаниясының негізін қалаушы. Біздің мақсатымыз Марсқа қону мүмкіндігін жасау, және біздің ұрпақ соны бақылап, ақыры Марсқа жеткенін қалаймыз. Иә, Илонның жеке ғарыш компаниясы бар. Ол ма? Илон Маск алғашқы боп өзінің жеке көлігін ғарышқа ұшырып жіберді. Көліктің ішінде скафандр киген манекен бар. Егер бәрі ойдағыдай өтсе, Илон Масктың көлігі күн орбитасында айналып, бірсе Марсқа, бірсе жерге жақындап ғарышта қалықтап ұшып жүреді. Өткен жылы ғалымдар Марста судың табылғанын жария етті. 20 шақырымға созылған көл ғаламшардың оңтүстік полюсінде орналасқан, және оның бетін қалың мұз жауып жатырған көрінеді. Бұл жаңалық Марс Экспресс планетааралық станциясында орнатылған Марсис радарының көмегімен белгілі болды. НАСАның Curiosity құрылғысы планетаның бетінде кепкен көлді тауып, бұрын Марста су болғанын дәлелдеген еді. Алайда одан бері планетадағы температура төмендеп, судың көп бөлігі мұзға айналды. Ғалымдардың айтуынша, радар суретінде шынында да көл түсірілген. Алайда мұны әлі дәлелдеу керек. Жақсы, расымен де Марста сұйық күйінде су бар делік. Ал ол судың химиялық құрамы тіршілік көзіне ыңғайлы емес екені белгілі. Бірақ та үмітті жоғалтпау керек. Өйткені біздің жерімізде де тіршілікке қолайсыз деген желдердің өзінде кейбір бактерия түрлері кездеседі. Демек, Марста тіршілік көзінің болуы әбден мүмкін. Марс жермен салыстырғанда 2 есе кіші, ал күннен 1,5 есе қашырақ орналасқан. Өздеріңіз білетіндей, адамға тыныс алу үшін оттегі керек. Ал Марстың ауасының құрамында зиянды көмірқышқыл газы өте көп. Қысқасы, Марстың ауасы адамға зиян. Ғалымдардың айтуынша, ертеректе бұл планета жерге ұқсаған екен. Арнасы толы өзендер, теңіз, мұхит болған. Бірақ ол өзендер суалған, ол теңіздер мен мұхиттар құрғаған. Неге мұндай кепке ұшырағаны, судың қайда кеткені белгісіз. Ал Марс неге осындай өзгеше түсті? Ғалымдардың ұсынған гипотезасы бойынша, мұндай түс ғаламшардың атмосферасында темір оксидінің өте көп болуымен байланысты дейді. Өз осінен айналу бойынша Марс шамамен жермен бірдей айналым жасайды. 24 сағат 37 минут. Марстағы 1 жыл, жердегі 687 тәулікпен пара-пар. Жаз мезгілінде Марстың экваторындағы температура күндіз +20 градус Цельсия және түнде -40 градус Цельсия аралығын құрайды. Ал полюске жақын аймақ -143 градус Цельсияға дейін төмендейді. Марс бетінде жердегі ең биік шың саналатын Эвересттен бірнеше есе биік таулар кездеседі. Жоғарыда айтып өткендей адамдар айға жетті. Алайда Марсқа жету одан да қиын. Өйткені Марс айға қарағанда 1000 есе алыс қашықтықта орналасқан. Мысалы, айға дейінгі қашықтық 400 000 шақырым. Орта есеппен айға жету үшін 3 күн керек екен. Ал Марсқа дейінгі қашықтық 400 миллион шақырым. Иә, естіп тұрсың ба, Карл? 400 миллион шақырым. Қысқасы, Марсқа жету үшін 8 айдай уақыт керек. Алыстау, иә? Бірақ бұл тек 2 жылда бір-ақ рет болатын мезгілде ұшып кетсе ғана. Яғни сол уақытта Марс бізге барынша жақын орналасады дейді ғалымдар. Қазіргі уақытта НАСАның айтуы бойынша, олар адамды Марсқа 2040 жылға дейін жібереміз дейді. Ал мына жігіт Марсқа 2025 жылға дейін жетіп қаламыз деп болжап отыр. Бір қызығы, Илон Маск Марсқа жетіп қана қоймай, қызыл ғаламшарды екінші жер қылғысы келеді екен. Әрине, бұның бәрі әзірге бұл жігіттің арманы. Бұл арман жүзеге асады ма, жоқ па, алда көре жатармыз. Алайда кезінде айға ұшу да арман болған.
Марстың жұмбақ сыры көп. Солардың бірі онда тіршіліктің бар жоғы. Бұл құпия сыр сол жұмбақ күйінде қала бермек. Әрине, әзірше ғана. Жақсылар, бүгінге осы. Әдеттегідей лайк батырмасын бірнеше рет басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Жылы тілектеріңізге көп рахмет. Алда әлі неше түрлі қызықтар бар. Сол себепті біздің каналға тіркеліп, мына бір қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Және де біздің Instagram парақшамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен жақсылар, сау болыңыздар. Бәрі деч, бәрі музыка, бәрі скриптонит, бәрі 91. Қайдағы алтын, бәрі бриллиант, бәрі Джеймс Бонд, бәрі құпия. Follower